Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, лайк басып, қоңырау шалын басуды ұмытпаңыздар. Каналда Елмира Мұратқызы деп терсеңіздер шығады. Қуырдақ қуырушы маған керек заттар: бірінші ет керек, жылқының еті. Үлкен кусок турап алғам, маған солай тураған ұнайды. Одан соң көкөністер керек: бір болгар бұрышы, бір сәбіз, картоп. Сосын пияз керек. Пиязды көптеу қосам қуырдаққа. Бірінші етті өз сөгіні бұқтырып алам жарты сағаттай. Одан кейін барып тұз бен май құйып қуыратын болам. Ол менің қуырдақ қуырудағы ерекшелігім. Етті алдын ала жарты сағатқа бұқтырамын. Өте дәмді болады, осылай жасап көріңіздер. Пиязды көп деп ойламаңыздар. Пияз көп болса сочный болады. Бір рет осылай жасап көрсеңіздер, одан кейін пиязды көп қосатын боласыздар. Мен ылғи да осылай жасаймын. Одан кейін қалған көкөністер сәбіз, болгар бұрышын салып қуырам. Енді үй жағдан жасалған томатный соусты қосып қуырамын. Одан соң картопымды қосам. Картопты ірі қылып турағам, етті ірі қылып турағаннан кейін. Шамалы араластырып қуырғаннан кейін суымызды құйып 20-30 минутқа бұқтырып қойсақ, қуырдағымыз дайын болады. Ет алдын ала бұқтырылғаннан кейін 30 минут қуырдағымыз тез дайын болады. Міне қуырдағымыз почти дайын. Ыдысымызға салып бете берсек болады. Астарымыз дәмді болсын. Достар, егер де қуырдақ қуыруда менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, лайк басып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен осындай керемет рецепттермен бөлісуге әрдайым дайынмын. Қуырдақтың иісі деген керемет. Үйімізден әрдайым ет үзілмесін, қуырдақ болсын.